саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ой тәрбиесінің теориялық негіздері. Жоспар бойынша мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық дағдысын қалыптастыру, мектепке дейінгі балалардың тұтастай дамуына да ақыл-ой тәрбиесінің орны мен ерекшелігі туралы қарастырылатын болады. Ақыл-ой тәрбиесі әр заманында жастарға білім берудің негізгі құралы болып табылады. Халық педагогикасы бойынша ақыл-ой тәрбиесі деп баланың ойлау қабілетін, сана сезімін оқу мен еңбек процесінде дамытуды айтады. Ақыл-ой тәрбиесі тұлғаның жан-жақты дамуының негізі. Ақыл-ой тәрбиесі еңбек өнімділігін арттыруға, еңбек шығармашылығына зор ықпал жасайды. Қорыта айтқанда, ақыл-ой тәрбиесі адам зиялылығының негізі. Ақыл-ой тәрбиесіне екі ұғым кіреді. Біріншісі зер салып ойлау, екіншісі ақыл-ой күштері. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттеріне тоқталатын болсақ, ойлау іс-әрекетінің шарты болатын білім қорын жинау. Екінші, ақыл-ой түрлерін дамыту. Үшінші, негізгі ойлау тәсілдерін меңгеру. Төртінші, зиялылық біліктерін қалыптастыру. Бесінші, дүние танымын қалыптастыру болып табылады. Ақыл-ойдың түрлеріне тоқталатын болсақ, диалектикалық, логикалық, категориялық, теориялық, индикативтік, алгоритмдік, техникалық, өнімдік, репродуктивтік жүйелік және дедуктивтік ақыл-ой түрлері бар. Ақыл-ой дамуы жас ерекшеліктеріне байланысты және ортаның әсерінен сана процесіндегі, сонымен қатар арнайы ұйымдастырылған тәрбиелік және үйретудің ықпалы мен баланың дербес тәжірибесінде болатын сапалы және сандық өзгерістердің жиынтығы екенін айтады. Баланың ақыл-ой дамуы кезінде биологиялық факторлар міндетті түрде әсер етеді. Бірінші, мидың құрылысы. Келесі, талдағыштардың жағдайы. Келесі, жүйке жүйесінің қызметіндегі өзгерістер, сонымен бірге шартты байланыстың қалыптасуы. Яғни бұл баланың ақыл-ойына әсер ететін биологиялық факторлар деп атап өтсек болады. Баланың ақыл-ой қасиеттері туғаннан бастап айрықша шығармашылық сипатта болады. Бірақ барлық жағдайда тиісті дамуды ала алмайды. Баланың ақыл-ой қабілеттерінің дамуы оған қоса қандай да бағыт алатындығы тәрбиеге байланысты. Баланың ақыл-ойының дамуы, білімі, көлемі, сипаты мен мазмұны танымдық процестерінің қалыптасу деңгейі бойынша талданады. Өздігінен шығармашылық таным қабілеттері бойынша талдау жасалынады. Мектепке дейінгі жаста көп және аз деңгейде жылдамдылық кеңдігі, сыншылдығы, ойлау процестерінің иілгіштігі, тереңдігі, жасампаздығы, дербестік сынды ақылды қасиеттер көріне бастайды. Осылайша мектеп жасына дейінгі балалар ақыл-ой дамуының бағыттаушы, байытушы, жүйелендіруші рөлін ақыл-ой тәрбиесі мен үйрену ақпараты әлеуметтік және биологиялық кешенге байланысты қабылдайды және балаларда қалыптасады. Мектеп жасына дейінгі баланың ақыл-ой дамуының негізгі ерекшеліктері ол қабылдауында, бейнелі ойлауында, қиялының дамуы сынды танымдық образдардың формаларының басымдығынан көрінеді. Олардың пайда болуы мен қалыптасуы үшін мектепке дейінгі жас ерекшелік мүмкіндіктерге толы болады.
Қазіргі заманғы білім беру жүйесі ақыл-ой тәрбиесінің мәселесі өте маңызды. Ғалымдардың болжамдары бойынша табалдырығында адамзат тұрған 3000 жылдық білімді адамдар шынайы ұлттық байлық ретінде бағаланатын ақпараттық революция басталды. Кейінгі жас ерекшелік кезеңдермен салыстырғанда мектепке дейінгі жылдары ақыл-ой дамуының аса жоғары қарқындылығы байқалды. Осы кезде ақыл-ойды дамыту үшін мүмкіндікті жіберіп алмау маңызды болып саналады. Ерте жас балалардың ақыл-ой дамуына ерекше көңіл бөлу қажет. Заманауи зерттемелермен әдетте балалар 2 жасқа дейін қанық өмір сүреді. Бұл танымдық қызметтің үлкен көлемі байқалады. Кішкентай баланың ақыл-ой тәрбиесінің негізгі міндеті танымдық әрекетті қалыптастыру. Яғни, бұл әрекет барысында бала қоршаған әлемді тануды үйренеді. Кішкене бала қоршаған ортаны ойында, еңбекте, серуендеуде, үлкендермен, құрдастармен қарым-қатынас кезінде танып біледі. Қабылдау мен ойлау. Яғни, қабылдау мен ойлау арасында тығыз байланыс бар. Қабылдау бала өмірінің алғашқы айларында қалыптасады. Выготский шамамен 2 жас кезеңді жатқызады. Ойлау дамуының негізінде терең танымға сезімдік, яғни сенсорный тәжірибені қоятын қабылдау жатыр. Мектепке дейінгі жас бойы қабылдау ойлаудың дайындығы, оған талдау, салыстыру, жинақтау, қорытындылау үшін азық береді. Ойлау өз кезегінде оның мақсаттылығы мен нәтижелігін арттырып, қабылдаудың дамуы мен жүзеге асуына оң әсер етеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.